Быйыл қажылық өтеуге елімізден 3000 адам барады. Бұның сұртында мұсылмандар діни басқармасы, дәрігерлер мен қажылық фирмалардың өкілдерінен құралған тағы 55 адам бар. Бұл мәліметтер бүгін Қоғамдық даму министрлігі ұйымдастырған арнайы жиында айтылды. Қажылық өтетін азаматтарға түгелде инфекцияға қарсы екпе салынған, барлығы бірдей киінеді. Алғашқы лек қасиетті мекенге ертең Алматыдан аттанады. Биыл Астана, Алматы, Шымкент пен Ақтаудан Джидда және Медина қалаларына тікелей рейстер бар. Қазақстандықтар қажылыққа 9-15 тамыз аралығында барып, 1 қыркүйекке дейін елге оралады. Жылда бізге ескерту жасайтын Қазақстан қажылары бір ауданда тұрмайды. Демек, Мекке қаласы үлкен қала, әр 200-300 адамнан жан-жаққа бөлініп кетіп отыратын. Біз мұна қазірге қарап отырсақ, мұна район Рибахш, Әжият деген бірін-біріне жақын болған, өте бір ыңғайлы жердегі бір микрорайонда, бір кварталға жақын жерде орналасып отыр. Бұл да енді осы ұйымдастыру жұмыстарының жаңағыдай жетіліп келе жатқаны деп айтуға болады.